Шабуылды бірінші біз бастаймыз. Қарауыл қожа да осал емес, оның да ойы бар. Ай, жүгірмектер. Сендерге шайқас болса болды. Екеуіңнің де айтқандарың дұрыс емес. Оқиға желісіне құлақ түріңдір. Исатай қорқып қашып кеткен ау шамасы. Тыныш. Исатай, батыр. Ол алған бетінен қайтпайды. Әне, келе жатыр. Дайындал. Сапқа тұр. Исатай деген осы ма? Оны бір алпауыт деп еді ғой. Оны өзімде ұрып жығамын. Ассаламағалейкум, қарауыл қожа. Уағалейкум әссәләм, Исатай батыр. Бар болғаны осы ма? Хан мені онша менсінбейтін көрінеді. Осы да саған жетеді. Мәселе мынадай. Мәселені қоя тұр, қарауыл. Екеумізде де шұғыл іс бар. Бауырлар, қандастар, бұл сендердің соғыстарың емес. Бұл мені мен ханның арасындағы шайқас. Мен сендердің қандарың төгілгенін қаламаймын. Өз жігіттерімнің де көз жұмғанын қаламаймын. Біз бір халықтың балаларымыз. Біз бауырмыз. Сондықтан мен бұлай деп шештім. Мен Исатай Тайманұлы, сендердің қолбасшыларың. Ханның сенімді адамы, қарауыл қожаны жекпе-жекке шақырамын. Алғане, қарауыл қожа, шығасың ба менімен? Қарауыл қорқып тұр ма? Жоға, қарауыл қожа талай жекпе-жекті көрген. Шығады ғой. Міне саған, қарауыл жеңілді. Айттым ғой саған, не үшін соңынан келдің өзі? Өздерің көрдіңдер. Сендердің қолбасшыларың қылышын тастады. Сендерде қаруларыңды тастап, ханға оралыңдар. Исатай, батыр. Сен қазақтың ең мықты, білекті батырысың. Бірақ маған тіл тигізбе. Мен жеңілгенім жоқ. Әй, қарауыл! Сен қылышыңды жерге тастадың. Бұл жеңілгеннің белгісі, солай емес пе? Мен тек жекпе-жектен бас тартамын. Бірақ, егерде сені Исатай шайқас ортасында көрсем, өліспей беріспес едім. Қарауыл! Шайқастан сап жүрсең, оны да береміз. Қолыңды қой! Шық менімен шайқасқа! Мына жігіттерді үйлеріне аман есен қайтар! Егер адамдарыңның қамын ойласаң, хан ордасына жүр, тақ билігіне бағын. Ей, қарауыл қожа! Ата бабаңнан мұра болған жерді біреу келіп тартып алса, не істер едің? Өлтірер едім. Батыр, бұл ісің дұрыс емес. Сонда сендердікі дұрыс па? Не қарап тұрсыңдар? Қашыңдар, жоғалыңдар! Шын ба өтірік пе? Бірақ сол күні ханның астындағы тағы сәл қозғалды деседі. Өз бауырларыңа қол көтеру ауыр қиянат.
қазақты қазаққа, бауырды бауырға қарсы шығару, қылышты қарсыласының аяқ астына тастау әрине жеңіліс. Осылай деп айтылады. Бірақ өмір тек ақ пен қарадан жаратылмаған. Қарауыл қожаның ханға берген анты болмаса, ол да мүмкін Исатайға қарсы шықпас еді.